Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев адал адам, адал еңбек, адал табыс атты ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында ұлт сапасын жақсартамыз десек, бір ел болып жаңа құндылықтар жүйесін қалыптастыруымыз қажеттігін айтты. Құрылтайдағы келелі мәселелер турасында қоғам белсендісі пікір білдірді. Ұлттық құрылтай 15 наурыз күні әз наурыз қарсаңында тарихи өлке Атырау жерінде Жайық жағасында өтті. Алғашқы ұлттық құрылтай 2022 жылы ұлт ұясы Ұлытау жерінде бастау алса, былтыр киелі Түркістанда жалғасын тапты. Құрылтайда қоғамдық құндылықтарды жаңғырту үшін маңызды қадамдар жасалады. Жаңару мен жаңғыру жақсылыққа жол ашады деген президент құрылтай мүшелерінің жылына бір рет алқалы жиында бас қосуы игі дәстүрге айналғанын, осы жолы Атырау қаласында өтіп отырғандығы тарихи маңызы барлығын атап өтті. Мынау Жошы хан бабамыздың Ақ Орданың жалпы осы қазақ деген елдің бірігіп елдік іргесінің бір ел болуының басында тұрған Жошы ұлысының кіндігі болған Сарайшық қаласының маңында Атырау қаласында өтуі үлкен бір тарихи ізбен келе жатқанымызды көрсетеді. Тарихтан тамыр тартып, сол өткенге көз жүгіртіп, бүгінгі сабақ алып. Қоғамдық мәселелерден қалыс қалмай салмақты пікірін білдіріп жүретін Серікжан Байбосынов құрылтайдағы айтылған ең маңызды ой адал адам, адал еңбек, адал табыс дейді. Яки президентіміз алға тартқан негізгі ой адалдық, ұлт сапасын жақсартамыз, елімізді өркендетеміз, халықтың тұрмыс тіршілігін, әлеуметтік ахуалын көтереміз десек, әр іске адалдық керектігі анық. Осы ретте мемлекет басшысы әр адамның өз істеген ісіне асқан жауапкершілік танытып, табысы адалынан болуына екпін салды. Бұл халыққа жаңағы қай істе болсын, мемлекеттік, жеке секторда, жоқ өзіңізбен өзіңіз қам-қарекет жасап жатсыз ба, қай жерде жүрсеңіз де, мейлі мұғалім болыңыз, мейлі дәрігер болыңыз, мейлі дәнекерлеуші болыңыз, жасаған жұмысыңызды адал, сапалы, алатын табысыңызды таза жолмен алуға үндеу. Әрине бұл осының ішінде жаңағы бизнес өкілдеріне де үлкен ой айтылып жатыр. Шындығында бизнесті қолдауға Қазақстанда айтарлық жағдай жасалуда. Бизнес жоспар болса, кәсіпті бастауға грант беріледі, жеңілдетілген несие ұсынылады. Серікжан Байбосынов жас кәсіпкерді қаржылық қолдау сынды мүмкіндіктер басқа елдерде жоқ дейді. Алайда үкіметтен қолдау болғанымен сол кәсіпкерден, оның қызметінен елге, халыққа тиген пайда көріне бермейді. Бизнес жобалар жарты жолда қалып, берілген қаржының қалай жұмсалғанына қадағалауда жоқ. Осы айтарлық кемшілік. Осы жерде осы мемлекеттің жасап беріп жатқан мүмкіндігін дұрыс пайдалану, өзіне жауапкершілік алу, сол өзінің берген жобасын түбіне дейін жеткізіп, нәтижелі өнім алу, нәтижелі қызметке қол жеткізу, әрине бұл үлкен жауапкершілік. Сондықтан ойлаймыз, жаңағы осы тұрғыда әр азамат өзінің ісіне жауапкершілікпен қараса, еліміздің дамуы одан әрі қарқындай үдете түседі деп өз басым ойлаймын. Бақыт Матуова, Зулхарна Есмахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.